Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Қазақ каналының дамуына үлес қосып, жазылуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің тыңдайтын ертегіміз «Жылан қабақты жігіт» атты ертегінің екінші бөлімін тыңдаймыз. Ендеше құлақ түрейік. Шал үйіне қайтып кеткен соң, Бабахан ханның қызы Нұрсұлу әкесіне келіп, «Әке, мен енді басқа бір адамға беремін деп үміттен күдер үзіңіз. Енді менің қалған өмірім сол жылан қабақты жігіттің жолына құрбан болады. Сондықтан соны өлгенімше іздеуге рұқсат беріңіз», депті. Сонда хан, «Не де болса, үлкен істі өзің баста, бар балам», деп күйеуді іздеуге жібереді. Кетерінде Нұрсұлу туған елге, ата-анаға, жасынан көрген қызық дәуреніне қош айтып, басына қалпақ киіп, қолына темір таяқ алып, жолға шығады. 2 ай жүріп, табаны тілініп, жүруге дәрмені болмай, зарығып келе жатқан бір үлкен бәйтеректің түбіне келіп, демалып отырып, зарланып өлең айтады. «Қыз едім Бабаханның Нұрсұлужан, еш қызық көре алмадым дүниядан. Қарлығаш көз алдымнан болды ғайып, дерегін іздеп табам енді қайдан. Жаратқан жас тілегі кетті қайда, ішімде кеткеніме шықпай арман. Шахимардан деді атын сұрағанда, кеткенше ізденермін дүниядан. Жаныма жалғыз сәуле болар мекен, жолыңа безіп шықтым ата-анадан. Іздесең табасың деп берді ишарат, мен қаңғып қайдан табам айдаладан». Осы өлеңді айтып, өзіне өзі қуат беріп, аздап демалған соң, бәйтеректің биік басына шығып қараса, айдалада көз ұшында тігулі тұрған жалғыз ақ отауды көріпті. Не де болса осы отауға барып, ұшқан құс көрген жан бар мекен, бір қабарын білейін деп жүре беріпті. Отауға келсе, ішінде бір сұлу келіншек отыр екен. Ол келіншек қызды көріп, орнынан ұшып тұрып, тас қылып құшақтап, қызға жылап көрседі. Содан кейін қыз айтады: «Неғып отырған жансың, айдалада бір өзің», дейді. Келіншек айтады: «Мен Гүлстан патшасының қызы едім, атым Маржан еді. Менің атағымды Дию патшасы естіп, өзінің 5 дәуін жіберіп, олар менің әкемнің әскерін қиратып, мені тартып алып, осы жерге әкелгеніне биыл 5 жыл болды. Содан бері адам баласын көрген емеспін. Соның үшін сені көргенде, ел жұртымды тегіс көргендей болып, мұңымды шағып жатқаным ғой», депті. Сонда қыз өзінің басынан өткен оқиғаны түгел айтып, енді сол сүйген жігіттің көз алдынан қарлығаш болып ұшып кеткенін айтып, екеуі мұңдасады. Сол уақытта келіншектің күйеуі Қарадаудың келетін уақыты жақындаған. Сосын келіншек айтады: «Менің күйеуімнің келетін уақыты болды. Сені мен жасырайын. Мынау үлкен қазанның астына кір», деп қызды жасырады. Бір уақыттары бүркітін шаңқылдатып, тазысын ертіп келген дәу үйіне түседі. Аттан үлкен бойда Қарадау келіншектен: «Бұл жерге адам келді ме? Адамзаттың иісі шықты ғой», деп сұрайды. Сонда келіншек байын сендіру үшін былай дейді: «Менің сеніменен өмірлік жолдас болғаныма биыл 5 жыл болды. Сен үйден кетсең, қашан қайтып келгенше шыдамым болмай, мен біресе далаға, біресе үйге кіріп кетемін де жүремін. Сен ойыңнан бөлектігін білдіріп, менің иісімді қайда басқа адамның иісі деп сенбейсің. Өтетін болсаң, жалғыз сүйгенім де сен, көргенім де сен. Олай десең, маған өмірдің керегі жоқ. Өзімді өзім өлтіріп, бұл дүниеден күдер үземін», депті. Мұны естіген Қарадау Маржанды аяп, «Саған ойнап айтамын», деген екен. Сонда отырып Маржан дәуден сұрайды: «Бұл жақта ұшқан құс, жүгірген аң болмай ма?
Менің саған қосылып серік болғаныма 5 жыл болды. Содан бері даладан келсең, көрдім білдім деп еш нәрсе айтпайсың. Маған ең болмаса қарлығаш көрсең де айтып келсең, менің көңілім қош боп қалар еді, депті. Маржанның бұл сөзіне еліткен қара дәу айтады: осыдан 4 ай бұрын аң аулап жүрсем, бір қара қарлығаш арқадан құбылаға қарай ұшып бара жатыр екен. Соны саған әкеп берейін деп садақ тартсам, бірақ оғым жетпеді. Оны қуа бермедім, дейді. Бұл сөзді есіткен Маржан, ол қарлығаштың қайда бара жатқанын, жақын жерде ел бар ма, болмаса көл бар ма, ескіден келе жатқан адам бармайтын жер бар ма, деп сұрайды. Сонда дәу айтыпты: осы арадан 3 күндік жерде ескіден келе жатқан бір Мертік деген қала бар еді. Соны бір кезде осы дәу патшалығы ханын өлтіріп, халқын тоздырып жіберген екен. Содан кейін ол Мертік қаласы жын-шайтан перілердің ордасына айналыпты. Ол қарлығаш сол жерге барып тоқтауы мүмкін. Болмаса бұл маңайда одан басқа адам түгіл құс айналып ұшатын жер жоқ, деп дәу сөзін аяқтайды. Мұны қазан астында жасырынып жатқан Нұрсұлу естіп жата береді. Сол кезде жатып Нұрсұлу, қайда әлсіз жан болса, қайдағы күшті жауыздардың тырнағының ұшында жүреді екен ғой. Әрбір мақұлық, әрбір жәндік пен өсімдіктер өзінің негізіне тартпай қалмайды екен. Соның үшін мына дәудің өмірлік жолдасым деп алған Маржаны асыл адамы болғаны үшін менің сөзімді сөйлеп, менің жанған жүрегімді басқандай не сөз айтар деп дәуді арбап біраз сөздерді сұрады. Не де болса, осыдан аман есен құтылып, іздеген өзімнің Шахимарданымды табатын күн туса, осы Маржанды қара дәуден құтқарып, өз нәсіліне, адам баласына қосуға серт етер едім, деп ойлайды. Сөйтіп отырғанда дәу күндегі әдеті бойынша құсын қолына қондырып, тазысын ертіп, атына мініп, аңға шығып кетеді. Дәу кеткен соң, Нұрсұлу да қазан астынан шығып, Маржанменен қоштасып, жолға шығады. Дәудің айтқан шамасымен осы жерден 3 күндік жол деген Мертік қаласын іздейді. Сол Мертіктен іздеп, Мертік қаласын 4 жылда зорға табады. Түн ішінде ескі бір қаланың ішінен кіреді. Қаланы аралап жүрсе, ол қаладан қыбырлаған бір жан таба алмайды. Тек бір тартылған қобыздың үні естіледі. Сол үннің шыққан жағына қарай жүріп отырса, түн ортасы ауған уақытта бір үлкен сарайдың ішінен жарық көрінеді. Соған келсе, ол сарай алтыннан салынған, ішінде гауһар мен жақұттан жарық беріп қойыпты. Қыз келіп сарайдың әйнегінің сыртынан сығалап қараса, қобыз тартып отырған, баяғы өзінің қарлығаш болып ұшып кеткен, көз алдынан ғайып болған сүйген жігіті Шахимардан екен. Алтын тақтың үстінде отырып, түрлі қайғылы күйлерді тартып отыр екен. Қыз тыңдап тұрса, қобызға қосылып ыңылдап төмендегі сөздерді айтады. Тумадым мен анадан болып адам, не көрді тілеп алып ата-анам. Естіп хабарымды кеткеннен соң, байқалды халық үшін менің шамам. Нұрсұлу жаным сүйген өмір серіп, жолымда осы күні іздеп табам. Зарлаған зары келіп құлағыма, сенімен қашан жаным ұшырасам, деп зарығып отырған жігіт өзінен өзі ойламаған жерден секем алып, орнынан атып тұрып, үстіне жылан қабығын киіп, қарлығаш болып ұшып әнектен шығып кетеді. Мұны көрген қыз жасырынып қалады. Қарлығаш кеткесін сарайға кіріп, жігіттің төсегінің астына тығылып жатып алады. Мұнан хабарсыз қарлығаш қайтып келіп, үстіндегі жылан қабық киімін шешіп, баяғы қайғылы күйлерін тарта беріпті. Тыққан жерінен жігіттің жылан қабықты қасиетті киімін қыз ұрлап алып, төсектің астынан шыға келіпті. Сонда жігіт не істерін білмей сасып қалады. Содан соң екеуі бастарынан өткен өмірлерін сыр етіп айтады. Екеуі айырылысқаннан бері 7 жыл уақыт өткен екен. Қыз ғашық жарын іздеп жолға шыққанда, басына темір қалпақ киіп, қолына темір таяқ ұстап шыққан еді. Жігіттің қарлығаш болып ұшарда айтқанындай, қыз ғашығын темір қалпағы теңгедей болғанда тауып кездесіпті.
Оған разы болған жігіт: Нұрсұлужан, мен саған енді шын сендім, менің өмірлік жолдасым сенсің депті. Дүниеге келгелі біріне-бірі ғашық болған екеуі қосылып, 7 күн қызға дем беріп, өздерінің туған еліне қайтуға бел байлапты. Сонда тұрып Нұрсұлу: менің сені тауып алуыма себепші болған бір жан бар. Сол жанның сенің дерегіңді білгеніме қазір 4 жыл болды. Ол осыдан алыс емес, осы жанды темір тордан құтқарып ала кетейік депті. Сонда жігіт: ол қандай жан дейді. Нұрсұлу айтады: Гүлстан патшасының Қарадау тартып әкеткен қызы Маржан. Соны қалай болса да босатып, елге ала кетейік деп өтініпті. Бұған Шахимардан қарсы болмайды. Сол жерде қарлығаш үлкен қарақұс болып сарайдан керегінше алтын гауһар алып, қызды үстіне мінгізіп ұшыпты. Ұшарда қызға айтады: өзің жолын білесің, кіріптар болып отырған қыздың үстіне барғанда желке жағымнан бір тал шашымды тарт, сонда жерге қонамын дейді. Қарақұстың үстінде келе жатқан Нұрсұлу бір жерге келгенде құстың бір тал қанатын тартып, құсты жерге қондырса, баяғы Қарадаудың мекенінің үстінен шығыпты. Баяғы отау орнында әлі тұр екен. Нұрсұлу отауға келсе, Қарадау жоқ болып, Маржан ғана отыр екен. Құшақтасып көрісіп болған соң, Нұрсұлу Маржанға: кетеміз бе депті. Сонда Маржан: мені қалай алып жүресіңдер, 2 адам бір құстың үстіне жайғаса ма депті. Егер кеткің келсе, екеуіңді де алып кете аламын дейді жігіт. Сөйтіп жігіт Маржанды да үстіне мінгізіп ұшып еліне келіпті. Келсе, жалғыз қызынан айырылған Бабахан жылаумен 2 көзінен айырылып соқыр болып қалады. Қандықтан айырылып қаңғып қалыпты. Шахимардан соқыр болып қалған Бабахан ханның 2 көзін сүрме деген дәрі құйып ашыпты. Өзінің әке-шешесінің өмірлерін ұзартып, Бабаханды қайтадан хан қойыпты. Құрметті оқырмандар, жылан қабықты жігіт ертегісі осымен тамамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, парақшаға тіркеліп, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Және келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.